Норматив противогаз приступить деген кезде секундомер қосылады, противогаз келіңіз. 1, 2, 3. Отбой газы дегенде шешіп, противогазды былай бүктеп, орнына қойсақ қоямыз. Бұл түсінікті болса, келесісі ОЗК шелки плащ. Бұны ременіңізге байлаймыз, арқаға сумка иығымызға байлап, мына жерде ременге байлап қоямыз. Екіншісін байлаймыз не қарай. Содан кейін противогаз қасымызға қойып қоямыз. Аяққа киетін чулки деп аталады, бұл да ременде тұрады. Ременді ашамыз. Ременге бай салынады. Норматив ОЗК 3 минуттан 5 баға қояды. Отлично. 4 минут кисең, сен норматив 4 баға аласың. Ал 3 баға деген 10 минут, 9 минут сондай болады. Мына жерде қандай зат болады, тартып қалсаң, өзі плащ шешіледі, қараймыз. Норматив қосамыз. 1, 2, 3, 3 дегенде қосылады, кетті плащ шешіледі. Жылдамдыққа киеміз. Содан кейін чулкиін алып шешеміз. Чулки мына жерде тұрады. Чулки мынандай бар. Тезірек жылдамдыққа алайық шаңыр ашылады. Берцигін сыртынан кие берсең де болады бұл. Түймелері бар. Мына жердегі затты ременге байлаймыз. Екінші аяқты киеміз. Міне қараймыз. Оны да ременге байлаймыз. Сосын түймелерін түймелейміз ғой. Мына жақтың да түймелерін түймелейміз. И плащтың да түймелерін түймелейміз. Содан кейін мынаны шешеміз. Мына жер шешіледі. Содан кейін біз өзіміздің плащтың ішіндегі аламыз. Мына жерде екеуін байлаймыз былай қарай. Жаңа шешкен жібімізге мынаны байлаймыз. Оңай шешілетіндей байлаймыз. Тағы да біреу болады мына жақта. Ол темірге байлаймыз. Сосын тезірек түймелейміз. Түймелерін қараймыз. Ең соңында противогаз киеміз. Противогаз былай қоямыз да. Ең соңында қазіргі заманға да сәйкес ағалардың барлықтары осыны киіп, вирус кезде көшелерге дезинфекциялау кезінде де осындай киіп жатыр. Түсінікті болса, жылдамдыққа шешеміз одан кейін. Тез жылдамдықпен бұны шешу керек. Противогаздың барлығын орнына қояды. Шешкен кезде түймелерін былай ашады. Байлағанын шешеміз. Жерге жайып жинаймыз. Қалай тұрса, солай жинап қойымыз керек. Қалай жинаймыз? Сосын кейін мына жерде мына бауы шешілу үшін мынаны шешеміз. Жіптерін шешеміз. Түймелерін ақтамыз. И былай лақтырып, енді жинау әдісі. Оңға қарай, солға қарай. Мына жерде
сөйтіп бір бүктейміз былай қарай. Бүктеп болғасын. Бұл оралады. Былай оралады да. Түймесіне келеді. Содан кейін оралдап қоймаймыз. Шылкиді екі шылкиді бірге қосамыз. Сөйтіп қысып тұрып ораймыз. Қысылмаса қазір чехолына сыймай қалады. Сол үшін қысамыз. Қысып жібімен былай орап қояды. Содан кейін белдіктегі чехолын шешеміз. Осыған сый көріп. Жинау нормативі. 1 минутта 5, 1 минут 20 минутта 4, 2 минут болса 3 қанат болады. Бұл сабағымыз түсінікті болса, келесі сабағымыз граната сабақтары. Гранатада Қазақстан Республикасында бізде 3 түрлі гранаттар бар. F1 граната, одан кейін барып RGD-5, одан кейін барып тағы да гранатаның түрлері көп. Мына гранатамыз алыстыққа лақтыру гранатасы. Ең алғаш гранатаны гректің ғалымдары кәдімгі өсіп тұрған ағаштағы анаға қарап тұрып піскеннен кейін жарылады ғой. Соған қарап бұның гранатаны ойлап тапқан. Бұл F1 гранатасы. Лақтырғаннан кейін ұшу қашықтығы 25 метрге шейін адамды өлтіреді. Окопта өзіңді лақтырып қазір көрсетем, окоптың разницасын қандай екен. Бұл жерде кольца болады. Кольцаны тартасың, қысып тұрасың, қолыңнан 4 секунд шыққан кезде бұл жарылады. Ал бұлай ұстап жүре беретін болсаң, бұл жарылмайды. Сол үшін бұны кольцасын қайттан салып қоятын болсаң, қайттан қойсаң жарылмайды. Бұның лақтырулары, тұрып лақтырған кезде, граната қой деген кезде, осылай ұстап, қолды алға жіберіп, алға қарай лақтырамыз. Отырып лақтыруы, алға аяққа қоямыз, гранатаны осылай ұстаймыз да, граната огонь деген кезде, қолды көтеріп, осылай лақтырылады. Ал жатыр лақтыру болатын болса, бұл кезде автомат болады өзімізде. Автомат арқамызда тұрады. Жатыр лақтыру кезінде басыңды тұмшалап, граната огонь дегенде қолында мына жерде кольца болады. Кольцаны шешіп, қолмен ұстап, алдағы жауымызға қарап, гранатаны или танкиге қарап, лақтырып болғасын, басымызды боғып, бет жатып қаламыз окоптың ішінде. Содан кейін, егер де алыстау болатын болса, танк алыста келе жататын болса, сен гранатаның өзінің подсумкасы болады, но подсумка деген мынандай. Осы подсумкаға салынады. Бұған ремень тағылады. Ременнің ішінде гранаталар салынып тұрады. Подсумкалардың ішінде 3 гранатаң болады. Үшеуінде салып жауып қоясың. Содан кейін ременді тағамыз. Дайын болсақ, оқушылар жарыс болады, осындай Әл-Фараби ауданы бойынша, не бойынша барлықтарында жарыс болған кезде гранатаны лақтырудан, гранатаны қалай лақтыру керек, алыс қашықтықта 75-85 метрге шейін мынау жеңілдеу граната болады. Осы гранатаны тұрып, барлық оқушы лақтырады. Сол кезде сол метрді өлшеп келіп, гранаталар беріп, солай істейтін боламыз. Ал енді алыс қашықтықта танки келе жатқан жағдайда біз гранатаны лақтыру әдісін көрсетейік. Одан кейін жер бауырлап жүру деген бар. Жер бауырлап упор лежа жатасың,
Нарубежат критерийіне 10 метр бойы деген кезде сен жермен қолмен қалай жүруді көрсетемін, солай жүріп гранатаны атырасың. Нарубежат критерийіне 10 метр бойы командасы берілді. Сол кезде сен етпетіңнен жатасың. Сөйтесің да басыңды бұғып жер бауырлап жүресің. Сол кезде граната огонь деген кезде гранаталар қаласында